Сәлем қыздар, сіздермен бірге мен Қамажай папа. Біз бүгін өте ерекше жаңа жылға арналған өте дәмді әрі тез жасалатын тағамды дайындайтын боламыз. Арықтап жүрсеңіз немесе дұрыс тамақтанып жүрсеңіз, бұл өте жеңіл әрі дәмді болады. Және де тағамның құрамындағы барлығы үй жағдайындағы тағамдар. Ендеше кеттік, бірге дайындайық. Бізге ең бірінші керегі сыр, яғни оны ең алдымен үккіштен өткізіп аламыз. Мендегі сыр эмир сыры, сіздерде моцарелла немесе құрамы жақсы сырды қолдансаңыздар болады. Және де өте көп мөлшерде қосуға болмайды, өйткені пайдалы май ретінде жүргендіктен арықтап жүрсеңіз өзінің белгілі бір мөлшерімен қолдануыңыз керек, яғни 80 грамм немесе 100 грамм деген сияқты. Және де бізге құс еті керек болады. Сіздерде филе немесе құстың төс еті әртүрлі қолдана берсеңіздер болады. Суға қайнатып аламыз. Бұл жерде 120 грамм кубиктап, дәл осылай кішкентай етіп тураймыз. Келесі бізде жұмыртқаны үккіштен өткіземіз. Енді үккіштен өткізіп алған тағамдарымыздың барлығын бір жерге саламыз. Енді үстіне қаймақты саламыз. Бұл жерде қаймақ менде 15%, президент сіздер 10% немесе 15%, яғни майлылығы аз қаймақты қолдансаңыздар болады. Бұл майонездің орнына жүреді. Бізде массамыз өте сұйық немесе өте құрғақ болмау керек, өйткені қазір біз мандарин тәрізді етіп дөңгелектейтін боламыз. Сол кезде бір-біріне жабысу керек. Яғни 2-3 қасық қаймақ жарайды. Үстіне дәміне қарай тұз және де чеснок саламыз. Чеснокты теркіден өткізіп болғаннан кейін тағы да массаны бір рет араластырып аламыз. Және де дайындап қойған біздің массамызды дәл осылай шариктеп істеу үшін қолымызды аздап сулап аламыз. Және мандарин сияқты өте кішкентай қылып дөңгелектеп формаға келтіреміз. Және соңғы біз сәбізді теркіден өткізіп алдын ала дайындап қоямыз. Теркідан өткізіп болғаннан кейін дәл осы пищевой пленканы алып, сәбіздерді жайғастырып, үстіне дайындап қойған массамызды салып, мандарин типіне келтіреміз. Дәл осылай сәбізді жайғастырып алғаннан кейін ортасына дайындаған массамызды саламыз. Қараңыздар міне. Жан-жағына істеп болғаннан кейін аузы ашық қалса қосып жібереміз және де
қайтадан формасына келтіреміз. Біз мандариндерімізді жасап болғаннан кейін дәл осылай өзіңіздің дастарханға қоятын ыдысыңызға салып қоясыз. Және де мандариннің сәнділігін келтіру үшін, мандаринге ұқсату үшін дәл осындай гвоздик қоюға болады, немесе дәл осындай зелендерді бүйтіп қадап қойсаңыз болады. Яғни мандаринге түрі ұқсау үшін. Немесе базилик қойсаңыздар болады. Базилик более мына неге қарағанда, зеленге қарағанда әдемі көрінеді. Біздің мандарин формасындағы салатымыз дайын болды. Жаңа жылға дәл осылай қойсаңыз болады. Қараңыздар, түсі сіздің дастарханыңызды ашады, әрі пайдалы, әрі өте дәмді шығады. Қазір дәмін көрейік. Дәмі өте жұмсақ, әрі жеңіл, дәмді шығады екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе жаңа жылға дастарханыңыздың көркін келтіреді. Қараңыздар, құрамында майонез болмаса да өте дәмді шықты. Міндетті түрде жасап көрулеріңіз керек. Ендеше дәл осы видеоның астына комментарий жазып, лайк басып, өз достарыңызға бөлісе отыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Қамажай Попы. Қош, сау болыңыздар.